Халықаралық рейтинг агенттіктері Бразилияның несиелік рейтингін BB+, яғни қоқсыз санат деңгейіне дейін төмендетті. Оңтүстік Американың ірі экономикасы осыған дейін тек 2008 жылы ғана инвестициялық көрсеткішке қол жеткізген еді. Дүниежүзілік банктың бағалауы бойынша осы жылы жалпы ішкі өнім 2,9%-ға төмендейді. Агенттік сарапшылары өздерінің шешімін президент Дильма Руссефтің әрекетіне әсер етіп отырған Бразилиядағы саяси дағдарыспен түсіндірді. Сондай-ақ елдегі ірі мұнай корпорациясының айналасындағы жанжал да ірі инвестициялардың төмендеуіне әкеледі. Осы арада елдің ұлттық валютасы реал бір жыл ішінде 3-тен 1 бөлікке дейін төмендеді. Жұмыссыздық көлемі 8%-дан астам. Ал инвестициялық рейтингтен айырылу бразилиялық үкіметті халықаралық капиталға шығу мүмкіндігінен айыратын болады. Қытайлық экономика тұрақты, кейбір өзгерістер жасалынғанына қарамастан оған ешбір қауіп төніп тұрған жоқ. Мемлекеттік кеңестің премьері Ли Кэцян Далианда өткен бүкіл әлемдік экономикалық форумда осылай деп мәлімдеді. Саммит жазғы Давос деген атауға ие болған. Үкімет осы жылы жалпы ішкі өнім көлемін 7% деңгейінде сақтап қалу туралы уәдесін орындады. Біздің осы жылға қойылған негізгі экономикалық және әлеуметтік тапсырмаларды орындауға мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ біз қазіргіміз бен болашағымызды дамытуға жұмыс істейтін боламыз, деді Ли Кэцян. Қытайлық премьердің мәлімдеуінше, орталық банктың тамыз айындағы әрекеті курсы қалыптастырудағы нарықтық негізді кеңейтуге байланысты. Ол өзге елдердің орталық банктері үшін Қытайдың валюталы нарығын ашуға уәде берді. Ли Кэцянның сөзінше, Пекиннің валюта соғысын бастау туралы ойы жоқ. Барак Обама ақш-қа кем дегенде 10 000 сириялық босқынды қабылдауға дайын. Түрлі федералды қызметке адамдарды қабылдауға дайындық туралы тапсырма берілді. Осыған дейін Вашингтон осы жылдың соңына дейін Америка аумағына сириялық 1,5 мың мигрантты кіргізетіндігін хабарлаған еді. Президент өзінің командасына келесі жылы кем дегенде 10 000 адамды қабылдауға дайын болулары керектігі туралы хабарлады. Бүгін бізде бұл проблеманың қаншалықты үлкен екендігін білеміз. Миллиондаған адамдар үйлерін тастап сыртқа кетуге мәжбүр, деді Ақ үйдің баспасөз хатшысы Джош Эрнест. Енді Конгресс босқындарды қабылдауға арналған бағдарламаны қаржыландыру жобасын бекітуі қажет. Айта кетейік, осыған дейін Барак Обама таяу шығыстағы гуманитарлық дағдарысты шешудегі пассивті позициясы үшін сынға қалған еді.